Саламатсыздар ма студенттер? Қызылорда облысы Арал қаласы Арал индустриалды техникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Тұрахметов Наурыз. Сабағымыздың тақырыбы металдарды жемірлеуден қорғау. Сабақтың мақсаты оқушыларға химиялық жемірлеу мен электрохимиялық жемірлеуді түсіндіру. Жемірлеу дегеніміз металдардың өзін қоршаған ортамен химиялық немесе электрохимиялық жолмен әрекеттесуі нәтижесінде бұзылуын айтады. Қоршаған ортаға металдардың әсеріне қарай жемірлеу химиялық және электрохимиялық деп екі топқа бөлінеді. Химиялық жемірлеу дегеніміз жүйеде электр тоғы түзілмей металдардың бұзылуын химиялық жемірлеу деп атайды. Химиялық жемірлеу кезінде металдар өзін қоршаған әртүрлі газдармен, электролиттермен әрекеттесіп бұзылады. Электрохимиялық жемірлеу деп жүйенің ішінде электр тоғы түзілу арқылы электролиттерде металдардың бұзылуын айтады. Бұл жемірлеу дымқыл ауада немесе электролиттермен жанасатын металдарда жүреді және екі үрдістен тұрады. Қоспалар және қосындылармен, кристаллиттер түйірлерінің шекараларымен, құрылымдық гетерогендікпен, зеңдердің металл және металл емес кеуектілігімен, жергілікті ішкі кернеулермен, бетінің бүлінуімен және тағы басқа негізделетін металдың әркелкілігі қаншалықты жоғары болса, осы үрдістердің қарқындылығы да соншалықты жоғары болады. Металдарды жемірлеуден қорғау тәсілдері. Қалайлау арқылы қорғау, мысалы тот баспайтын болатты алу барысында жүргізіледі. Зеңдермен қорғау тиімді. Оларды металды қатты тотықтырғыштарда немесе тотықтыру ортасында анодтық өңдеу арқылы алады. Металл жабындарымен қорғау. Олардың электродтық әлеуеті қорғалатын металға қарағанда жоғарырақ. Ол болат пен орта арасында кедергіні қамтамасыз етуге ғана тиімді. Жабын бүлінген жағдайда болатта электр-химиялық еру жүреді және ол жабынсыз жағдаймен салыстырғанда әлдеқайда тезірек жүзеге асады. Бұған қарағанда болатты қаптайтын мырыштылар сияқты анодтық металл жабындардың электр өткізгіштігі күштірек. Олармен қосылып катод сияқты жұмыс істейтін негізгі металды қорғайды. Сондықтан мырыш ерігенше мүлдем дерлік өзгеріссіз сақталады. Протекторлық қорғаныс дегеніміз жемірлеу ортасында қорғалатын болат конструкциясынан белгілі бір арақашықтыққа мырыш протектор анодтарды орналастыру болып табылады. Оларға жемірлеу үрдісі ауысады. Катодтық қорғанысты магистралды тұрба құбырларында, теңіз мұнай кәсіпшілігінде және басқа құрылыстарда қолданады. Оның ерекшелігі сол қорғалатын конструкцияны тоқтың тұрақты әрекет ететін көзінің теріс полюсіне қосады және болатты тоқтың тұрақты әрекет ететін көзінің оң полюсіне қосылатын және ерітуші анод функциясын атқаратын қандай да болмасын протекторға қатысты катод ете отырып болат әлеуетін ығыстырады. Металл емес жабындармен қорғауды металлға лак, сыр материалдарын жағу арқылы орындайды. Бұл қорғаныстың ең арзан түрі. Бүгінгі сабағымыздың барысы осындай. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.